исламда романтика деген нәрсенің көкесін көрсетіп кеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Адал жолмен да, андай дастарханда отырады, Айша анамыз бүйтіп отырады, тамақтан үзіп алады, Айша анамыздың аузына салады. Бізде салу бар ма? Біздің ауылдың еркектеріне болмайды ол істеуге. Ол деген сөз жоқ. Ол сол арқылы зарядталады ғой ол әйел. Көрді, оны таңертең осылай тастап кетсең, ол кешке былай күтіп алады сізді. Қалай таңертең тастап кетесің, кешке солай күтіп алады, ол сенің проблемаң да. Сосын соған шариғат жағына, шариғат түсінбейсің сен, былай деген нәрселерді айтуыңыз мүмкінсіз. Ол қызғаныш деген мінезді Алла тағала бойларына салып тастаған ғой. Кейде тіпті мынандай нәрсені істейтін. Бұл сүннет енді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әйелімен екі арада болып жатқан сүннет. Айша анамыз сусын ішеді. Ішкен сусындысын алады пайғамбарымыз. Көзін Айша анамыздан алмайды. Алмайды да, кесені әкеп, кесені аузы тиген жерін бұрады. Сосын ішеді. Ол қандай заряд бересің оған? Сосын бұның бәрі шын ғой. Өтірік істеп отқан жоқ. Қандай мәселелер. Ол сондықтан бұндай нәрселерді тастап кетпесе, қайтып үйренесің бұны? Біз пайғамбарымыз бізге мүлде басқа тұлға болып көрінуі мүмкін да. Сондықтан отбасындағы мәселелерін кім ашып береді? Айша анамыз оны ашып бермесе.